Сарғайттың-ау жанымның ақ гүлдерін, болардай ақ бақытым нақ бір менің. Көрініп ең көзімнен бұл бұлыштың, сағындырып бір кезгі пәк күндерім. Шарасыздан егіліп талқармағым, сүйген жанды осылай алармада. Күліп шықса біреуге күн күлімдеп, қабақ түйіп атады таңдармаған. Шақтарым көп соларды елемеген, кемел уақыт шаттыққа кенемеген. Жанарымның жасында жүзіп жүрді, елес болып буалдар кемеденең. Бәрі солғын, сезімде солғындаған, көз алдымда сол бейнең қол бұлғаған. Кетерімде қалып ең барамын деп, жетеміз бе білмеймін солғындаған. Қазақ қызы, сен ұлтыңның арысың, сәбигені сүйген не жарысың. Ұлы елдің ұрпақтарын жалғаған, ұмай зере тоқжандардың қанысың. Әулетіңнің гүлге орнаған бағысың, ата-анаңның әлпештеген жанысың. Инабатты, иманды еді өткендер, ал бүгінде қайда құрбым намысың. Қазақ қызы, ұлт рухының айнасы, жақсы ғана атағымен жайнасың. Ар-ожданның биік ұстар жалауын, қайран қазақ арулары қайдасың. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қызды 40 үйден тыю деген. Сондықтан біз әрбір қыз баламыздың іс-әрекетіне мән беріп отыруымыз керек. Қыз балаларымыздың 10 саусағынан өнері тамғандай, ел қызығарлықтай қыз болып жетілсу керек. Біздің ата бабамыздан келе жатқан қол өнерлерімізді сол қыз балаларға үйретіп отыруымыз керек. Мысалы, міне бүгін біз өзімнің анамнан үйренген қол өнерімді өзімнің қызыма үйретіп отырмын. Бізде міне шұлық, қыста киетін шұлықты біз қолдан тоқып үйрендік. Мінекей, ол әрі денсаулыққа пайдалы, әрі аяғың жылы жүреді, ешқандай көп шығын да шықпайды. Сондай қол өнері. Сосын қызым өзінің үйреніп жүрген қол өнері бұл кружок деген аспаппен қолдан өзі тоқып, мысалы үшін ине қыстырғанға болады. Телефон, қазіргі сотовый телефондарды салып қоятын қорапшаларды тоқып пайдалануға болады. Болмаса сатуға да болады. Артықтық етпейді, сатып, мысалы үшін керек жарағын алуға. Сондықтан әрбір қыз баласы үшін қандай өнер болса да ешқандай артықшылық етпейді. Біздің әрбір қыз балаларымыздың, ұлдарымыздың тәрбиелі, тәртіпті болып, ата-анасына мейірімді болып өскені біздің ата-аналық парызымыз деп ойлаймыз. Барлықтарыңызға сәттілік. Қыз ерке қылығымен көркем. Әрбір қызда еркелік те қылық та болады. Қызда қылық болмаса, қосшайда не пайда? Қызда ибалы, инабатты, тәрбиелі, көркем мінезді болса, міне, қыздың ең басты қасиеттері. Қылықты, ерке, міне, қыздың әдемілігін көрсетеді. Әрине, қыз баласы болған соң қолымыздан бір шаруа келуі керек. Бір істі өзіміз айналдыра білуіміз керек. Еркеліктің де өз орны болады. Ең бастысы көркем мінезді болу, сабырлы, салмақты, әзілді де, жауапты да өз орнымен береді. Жалпылама айтқанда, көркем мінезді, асыл қасиетті, ерке қылықты қыз болу керек. Қыз ерке мінезімен көркем. 처음에 널 알아보게 됐어. 서로 불러왔던 것처럼 내 혈관 속 뒤에 네가 말해
때문에 좀 너라는 걸 우리 만남을 수학의 공식 종교의 유머 우주의 선미 내게 주어진 운명의 증거 너는 내 꿈의 주처 Take it 너에게 내민 내 손은 좀 해질 숙명 걱정하지 말라 이 모든 건 우연이 아니니까 우리 완전 달라 baby 운명을 찾아낸 둘이니까 우주가 생긴 그날부터 계속